Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка в 3 классе. Сегодня мы с вами продолжим раздел «Что такое хорошо, что такое плохо?» Урок 22. Тема урока «Дал слово, держи его». Сөз берсең, мұны орында. Сегодня ты на уроке научишься читать и понимать текст, определять его основные части, подбирать пословицу, согласовывать слова-признаки со словами-предметами. Задание номер 1. Прочитай отрывок из рассказа «Яблоня дедушки». О ком и о чем рассказал Жұмақан ребятам. Атамның алма ағашы әңгімесінен үзіндіні оқы. Жұмақан балаларға кім туралы және не туралы айтып берді. Летом Жұмақан отдыхал в лагере и подружился с Гришей. Однажды Жұмақан показал другу фотографию, на которой он сидит под яблоней рядом с дедушкой Жамбылом Жабаевым. В нашем саду растут яблони. Дедушка любит вот эту, которая на фотографии. Так ее и называют. «Яблоня дедушки», рассказал Жұмақан. Одна девочка спросила, какой это сорт яблони? Алматинский опор. А эти яблоки вкусные? Спросил Гриша. Очень вкусные. Я пришлю тебе, сказал Жұмақан. Жұмақан вернулся из лагеря и рассказал маме про обещание. Прошло время. Осенью в саду стали собирать яблоки. Жұмақан, а ты не забыл про свое обещание Грише? Все обещания надо выполнять сразу или не обещать, сказала мама. По Сапарғали Бегалина. Жазды күні Жұмақан лагерьде демалды және Гришамен дос болды. Bir күні Жұмақан досына өзінің атасы Жамбыл Жабаевпен бірге алма ағашының астында отырған суретін көрсетті. Біздің бауымызда алма ағаштары өседі. Атам міне мына суреттегі алманы жақсы көреді деді. Бұл алманы атамның алма ағашы деп атаймыз деді Жұмақан. Bir қыз сұрады, бұл алма ағашының сұрпы қандай? Алматы апорты. Ал бұл алмалар тәтті ме? Деп сұрады Гриша. Өте тәтті. Я, мен саған оны салып жіберемін, деді Жұмақан. Жұмақан лагерден келді де анасына өзінің уәдесі туралы айтып берді. Біраз уақыт өтті. Күзде баудағы алмаларды жинай бастады. Жұмақан, сен өзіңнің Гришаға берген уәдеңді ұмытқан жоқсың ба? Берген уәдені дереу орындау керек, немесе мүлде сөз бермеу керек, деді анасы. Найди новые слова в тексте, прочитай правильно. Новые слова: фотография, фотосурет, яблоня, алма ағаш, сорт, сұрып, обещание, уәде, алматинский опор, Алматы апорты. Ответим на вопросы. Где отдыхал Жұмақан? Жұмақан отдыхал в лагере. Что Жұмақан рассказал о дедушке? Жұмақан рассказал ребятам о дедушке и о яблонях. Выполнил ли Жұмақан обещание? Жұмақан выполнил обещание. Задание номер 2. Составьте пословицы. Какая из них может быть заголовком к отрывку и рассказа Сапарғали Бегалина? Почему? Напишите пословицу в тетради. Мақалдарды құрастыр. Бұл мақалдардың қайсысы Сапарғали Бегалиннің әңгімесінен алынған үзіндіге тақырып бола алады және неліктен? Мақалдарды дәптеріне көшіріп жаз. Составим пословицы. Слово дал, держи, обещал, сделай. Дерево с плодами низко опускается.
Заголовком может выступать пословица «дерево». Слово дал, держи, обещал, сделай. Вот это. И вот эту пословицу вы должны написать в тетради. Дәптерлеріңе осы мақалды жазып алыңыз. Задание номер 3. Прочитайте на странице 167 информацию об Алматинском апорте. Кітаптың 167 бетіндегі Алматы апорты туралы ақпаратты оқыңдар. Расскажите одноклассникам, что нового вы узнали. Өз сыныптастарына әңгімелеп беріңіз. Алматинский апорт – сорт яблок. Алматы апорты – алманың сұрыпы. Его считают чудом природы. Оны табиғаттың ғажайыбы деп есептейді. Это большие, красивые, сочные, вкусные яблоки. Ол үлкен, қызыл, өте дәмді алмалар. Каждое яблоко весило 500-600 граммов. Әрбір алма 500-600 грамм салмақ тартады. На международных выставках апорт получал высшие награды. Халықаралық көрмелерде апорт жоғары атақтарға ие болған. Апорт символ Алматы и гордость казахстанцев. Апорт Алматы қаласының символы және қазақстандықтардың мақтанышы. Задание номер 4. Подумайте и подберите к слову предмету слова-признаки. Напишите в тетради. Заттың атын білдіретін сөздерге заттың сынын білдіретін сөздерді дұрыс қолдан. Дәптеріңе жаз. Яблоко. Алма. Оно какое? Ол қандай? Балалар, бұл жерде назар аударамыз, слово яблоко в единственном числе. Жекеше түрде тұр. Алма. Яблоко. Оно какое? Вкусное. Дәмді. Большое. Үлкен. Крупное. Ірі. Красное. Қызыл. Круглое. Дөңгелек. Яблоки. Они какие? Бұл жерде яблоки во множественном числе. Көпше түрде қолданылды. Сондықтан мына сөздердегі жалғаулар басқаша болады. Яблоки. Они какие? Вкусные. Окончание «ые». Большие. «ие». Крупные. «ые». Красные. «ые». Круглые. «ие». Задание номер 5. Определи, по каким признакам можно сравнить яблоки. Алмаларды қандай белгілері бойынша салыстыруға болатынын анықта. Яблоки можно сравнить по форме, пішініне қарап, по размеру, үлкен көлеміне қарап, по цвету түсіне, по вкусу дәміне қарай салыстыруға болады. Первое яблоко круглое, большое, красное, сладкое. Бірінші алма дөңгелек, үлкен, қызыл, дәмді. Второе яблоко круглое, маленькое, зеленое, кислое. Екінші алма дөңгелек, кішкентай, жасыл және қышқыл. Задание номер 6. Разыграйте диалог, продолжите его. Диалогты жалғастырыңдар. Жұмагүл, что ты обещала маме? Жұмагүл, сен анаңа қандай уәде бердің? Я обещала помогать дома. Айдос, что ты обещал? Мен анама көмектесемін, үйде көмектесемін деп уәде бердім. Айдос, сен не қандай уәде бердің? Я обещал хорошо учиться. Мен жақсы оқимын деп уәде бердім. Ребята, а что вы обещали родителям? Балалар, сендер ата-аналарына қандай уәде бердіңдер? Как называются выделенные слова? Ерекше әріптермен жазылған сөздер қалай аталады? Выделенные слова ты, я, вы, местоимение, есімдіктер. Сабақты қорытындылаймыз. Я узнала, я научился.
Я узнала об алматинском апорте. Я научилась согласовывать слова-признаки со словами-предметами. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч.